Бит ол аккомпанемент, сенің сөздеріңді безендіретін құрал. Бит фон болуы мүмкін, немесе бит ең басты нәрсе болуы мүмкін. Ол сен тректен не қалайсың, соған байланысты. Ең бірінші мен бит тауып аламын. Одан кейін мәтін жазамын. Себебі менің нақты көңіл күйімді анықтап беретін құрал ол бит. Мен битті әртүрлі платформаларға кіріп өзім іздеймін, немесе маған битмейкер әртүрлі биттер ұсынады. Соның ішінен мен таңдаймын. Кез келген бит мені тербеуі мүмкін, тебірентуі мүмкін, мотивация беруі мүмкін, яғни әртүрлі көңіл күй сыйлайды. Сол себепті мен биттің өзінің әңгімесін сараптаудан өткіземін. Себебі биттің өзінің әңгімесі бар, өзінің айтып тұрған нәрсесі бар. Егер де бит сенімен бір толқында болса, онда сен сол битті таңдайсың. Біздің топпен практикада біз алдымен бит таңдаймыз, одан кейін жігіттер әуен лақтырады, одан кейін ең соңғы болып мен мәтін жазамын. Ал керісінше бірінші мәтін пайда болған кезде ол былай болады. Сен көшеде кетіп бара жатасың, немесе бірдеңе есіңе түсіп кетеді, сен ол нәрсенің бәрін бірден жазып алдың, қағазға түсіріп алдың, кейін бит іздейсің. Ол негізінде маған кішкене қиындау, себебі құлағымда, басымда естіп тұрам, бірақ жеткізу оңай емес шаруа. Бит таңдау кезіндегі ең маңызды нәрсе ол сенің көңіл күйің. Сен өзіңнің көңіл күйіңді түсініп, оқып көруің керек. Неғұрлым көп музыка тыңдасаң, соғұрлым саған жеңілірек болады. Өйткені әртүрлі музыканы тыңдай отыра, сен әртүрлі көңіл күйде болып көресің. Мысалы, қазір әншілер рэп оқып кетіп жатыр, немесе керісінше рэперлер ән айтып кетіп жатыр. Неге? Өйткені дәл сол уақытта олардың көңіл күйлері сондай болды. Ал көңіл күйге байланысты жанр туындайды. Сондықтан да сен өзіңнің көңіл күйіңді түсінген сәтте, сен қай артистің бағытында жұмыс істегің келетінді оңай түсінесің. Егер де сен бірдеңені айтып тастаған келсе, бір агрессивті көңіл күйде болсаң, онда сен Эминемнің бағытында биттер іздеп көрсең болады. Өйткені Эминемнің стилі агрессивті және сондай әңгімені айтуға жеңіл келеді. Ол ешқандай да ұрлау емес, немесе қарап қою, тағы басқа затқа жатпайды. Ол жай ғана шабыт алу, тәжірибемен бөлісу, көру және өсу. Музыка ол ашық дүние. Егер де саған бит өте қатты ұнап, ол сенің әңгімеңді толыққанды ашып тұрса, онда ол битті сатып алсаң болады. Егер де ол бит саған кішкене жақпай, бірақ әңгімең өзіңе ұнап тұрса, онда битмейкерді шақырып, бит айта аласың. Мынаны қара, менде мынандай мәтін бар, мынандай ритмде, осындай тонда, бірақ маған бит сәл ұнамай тұр. Сол кезде битмейкер саған келеді, дәл сол тонда, дәл сол ритмда, бірақ өзінің көзқарасымен басқа бит жазып береді. Сол кезде сен әңгімең толыққанды ашылатын болады. Немесе керісінше, битмейкер саған битпен келіп тұрса, мынаның үстіне бірдеңе жазу керек десе, онда саған сол биттің көңіл күй толқынын оқып алу керек, ақпаратын түсініп алу керек, себебі биттің айтып тұрған өзінің әңгімесі бар, сен соны ашасың, немесе үстінен жаңа дем бересің. Сондықтан да біз екіге бөлінеміз. Битті жаңадан жасаған кезде, ол толыққанды сенің көңіл күйіңе қарайды, сенің әңгімеңе қарайды. Ал керісінше, сен өзің мәтінді биттің үстінен жазатын болсаң, сен биттің көңіл күйіне, оның беріп тұрған ақпаратына қарайсың. Бір күні Олжас Най маған бір бит алып келіп берді, тыңдатты, осыған бір хип-хоп бірдеңе керек деген әңгіме айтты. Мен битті алып қалдым, басында түсінген жоқпын, бірдеңесі бар екенін түсіндім, бірақ аса қатты ұнамады. Соның өзінде де алып жүрдім, біраз тыңдадым, ары тыңдадым, бері тыңдадым, бір күні ұмытып кеттім. Бірақ сөйтіп жүре келе, бір күні ол битті жай қоса салғанда, бірден ішімнен көз алдымда мәңгі үміттердің зираты деген әңгіме шықты. Одан кейін мен ол әңгімені жалғастыра бере, байып кет деген тақырыпты ұстап алдым да, толыққанды репрезент әңгіме жазғым келіп кетті. Яғни мен ол битті түсіну үшін маған біраз уақыт керек болды. Басында мен ол биттің не айтып тұрғанын, қандай әңгімеге жарасатынын түсінген жоқпын. Сол себепті оның көңіл күйін ұстау үшін маған кішкене өмір сүру керек болды. Бір оқиғалар басымнан өту керек болды, бәлкім бірдеңе есіме түсу керек болды. Сондықтан да егер де бит саған басында ұнамаса, ол саған кейін ұнамайды деген сөз емес. Себебі біраз уақыт өткеннен кейін саған одан жақсы бит болуы мүмкін емес деген сияқты ой қадалып қалуы мүмкін. Бит таңдағанда қатты асығудың қажеті жоқ. Менде қазіргі уақытта дәл қазір бастап жатқан кішігірім мәтінім бар, 4 жолдан тұратын. 4 жол болғанда 4-те 1 жолдан дейік, өйткені мен баяғыда квадратпен жазудан алыстап кеткен болатын. Соның өзінде де көбінесе қазіргі технологияларды пайдалана отыра, өзіңе кез келген ыңғайлы уақытта сен телефонды алып шыға аласың да,
Анан ішіне кіріп, кез келген мәтінді өзің жазып бастай бере аласың. Баяғыдай бізге қағаз бен қалам аса қатты керек емес, өйткені оның бәрі уақыт, ол жоғалып кетеді, жыртылып қалады, тағы басқа. Ал мына өте ыңғайлы. Қазір біз әртүрлі биттердің ішінен осы мәтінге келетінін таңдап көреміз. Өйткені мен жазған мәтінде негізі өзіндік мінезі бар, өзіндік ритмикалық сүйреті бар, өзімнің ішкі BPM-мен жазғам. Сол себепті кез келген битке келе бермеуі мүмкін. Бірақ келетінін іздеп тауып көреміз. Естіп тұрғандарыңыздай, бұл өте позитивті бит. Ешқашанда болым келмеген еді гангста, ұмтылдым балансқа, рухыммен негомды тең ұстап, артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз боп, биттен шоқ бізден тамызды, мұнда нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бірінші битке түсіп тұрмын, әйтеуір. Бірақ сонда да кішкене мінезіміз жараспай тұрған сияқты, мәтінмен битті алып қарасақ. Окей, екінші бит. Ешқашанда болым келмеген еді гангста, ұмтылдым балансқа, рухыммен негомды тең ұстап, артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз боп, биттен шоқ бізден тамыздық, мұнда нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Мұна биттің мінезі кішкене келет, бірақ маған BPM-і кішкене ыңғайсыз болып тұр. Бірақ ол қатты қорқынышты емес. Үшінші бит. Мынау өмірлі, кішігірім романтикалық, мұңның өңі бар бит. Келем екен. Ешқашанда болым келмеген еді гангста, ұмтылдым балансқа, рухыммен негомды тең ұстап, артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз боп, биттен шоқ бізден тамызды, мұнда нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Шамамен осындай нәрсе шықты. Негізінде мәтін бірінші жазылғандықтан биттің үшеуі де толыққанды жарасып тұр деп айта алмаймын. Бірақ бірінші бит бірден кетіп қалады. Неге? Өйткені оның әңгімесі тым позитивті, менің әңгімеме кішкене жараспайтын сияқты. Екінші мен үшінші бит жайында ойлануға болады, себебі екінші бит негізінде мінез бойынша келіп тұр, бірақ BPM ыңғайсыздау. Екінші бит жалпы негізі келіп тұр, бірақ BPM сәл ыңғайсыздау. Ал үшінші бит маған негізінде егерде әндетіп айтатын болсаң, кішкене асықпай, байппен келтіретін болсаң, ұнап тұр, бірақ тағы да BPM бұл жерде де ыңғайсыздау, өйткені тым баяу. Менің мәтінінде өзінің ритмикасы болғанымен, өзінің мінезі болғанымен, бәрібір әр битке байланысты ол нәрсе өзгеріп тұрды. Егер байқасаңыздар, әр бит қосылған сайын менің көңіл күйім де кішкене өзгеріп тұрды, дауыс жағынан. Негізінде бір битпен бір мәтінді біріктіру үшін кішкене уақыт керек және сәл тәжірибе керек. Сондықтан да біз дәл қазір бүкіл ән жазу процесінің әртүрлілігін көріп алдық та, енді қазір битке қарап мәтін жазу жағынан үйренетін боламыз. Яғни қазір сізге өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты битті тауып, соны түсініп көру керек.